әйел босану азабын тартып, қыз бала дүниеге келеді. Бірақ қолына жаңа туған нәрестесін ұстатқанда ол басын теріс бұрып, қызын бір сәтке де көруге құлықсыз болды. Кейін ол төсек орнынан тұрып, ішінің қатты ауырғанына қарамай, үйден шығып кетті. Қанша айқайласа да енесінің сөзін елемей, әйел бай әулетке ену үшін жаңа туған қызынан безіп, қайсарлықпен бұл үйді тастап кетті. 20 жыл өткен соң, ол қалаған мақсатына жетіп, бай отбасына келін болып түсіп, ауқатты өмір сүріп жатты. Ал тастап кеткен қызы Милен енесінің қамқорлығында өсіп, қиындыққа мойымай, қажырлы еңбектің арқасында құрылыс инженері атанды. Биыл Миленді бітіру кешіне шақырды. Оның жағдайын білетін сыныптасы оған қымбат көйлек жіберді. Әжесі киіп көруін өтінсе де, Милен ол көйлекті ұнатпай, қорабына қайта салып қойды. Ол құрбысына алғысын айтып, өзінің әжесі тігіп берген киімді киетінін жеткізді. Олар бұл кезде өздерінің бір анадан туған әпке-сіңлі екенін білмейтін еді. Кешке бара жатқан жолда Миленді кенеттен қарсы беттен шыққан қымбат көлік шошытып, ол сүрініп құлап түсті. Ішінен түскен жігіт жүгіріп келіп, оған көмектеспек болды. Екеуі көзбе-көз қарасқанда Милен жігітке ренжіп, байлардың әдеттегі қылықтары деп ойлады. Жігіт оны ауруханаға апарғысы келсе де, ол үзілді-кесілді қарсы болды да бұрылып кетіп қалды. Бірақ олардың жолы қайта тоғысарын Милен білмейтін. Мектепке келгенде оның өгей сіңлісі Миленді ата-анасымен таныстырды. Анасы қызына ілесіп келгенде, Миленді көрген сәтте жүрегі селт етіп абдырап қалды. Бірақ ол өзінің көз алдында тұрған қыздың баяғыда тастап кеткен баласы екенін әлі аңғармады. Өгей сіңлісі оқуын аяқтаған үшін Миленге алғыс айтты. Анасы да қызға ризашылығын білдіріп, қонаққа шақырды. Ізеттіліктен Милен келсе кетті. Сол жерде Милен таңертең кездескен жігіт Эмирмен қайта жолықты. Ол Миленге сүйсіне қараса, өгей сіңлісі қызғанышқа булығып, жігіттің қолын ұстап, суретке түсуге кетіп қалды. Эмир болса көзін Миленнен ала алмады. Бұған шыдай алмаған өгей сіңлісі, ата-анасы жоқ екенін біле тұра, Миленді өздерінің отбасылық суретін түсіруге жұмсады. Кеш бітсе де, Милен үйіне бармай, мейрамханада жұмысын жалғастырды. Күтпеген жерден анасы отбасымен сол жерге келді. Миленнің жұмыс іздеп жүргенін білген ол өз компаниясына шақырды. Бұл Миленнің армандаған мүмкіндігі болатын, ол бірден келісті. Өгей сіңлісі қарсы болса да, анасы дарынды қыздан айырылғысы келмеді. Келесі күні Милен жұмысына кірісті. Әжесі оны жұмыстан кейін күтіп алды. Дәл осы кезде анасы да қызы екеуімен келді. Милен әжесіне осы әйелдің өзін жұмысқа алғанын айтты. Әжесі көзі нашар көргендіктен анасын танымай қалды. Ал анасы марапаттау рәсіміне асығып кетіп қалды. Сахнада ол өзіне жалғыз қызына мақтау айтты. Ал тастап кеткен қызын ойына да алмады. Сол түні Милен мен әжесі пәтер ақысын төлей алмай қиналып, үй иесі кеткеннен кейін ғана үйлеріне қайтып барды. Келесі күні жиналыста барлығы жаңа жобаны талқылап жатқанда, Милен түнде жасаған макетін алып келіп, өз шешімін ұсынды. Оның еңбегі барлығын таңғалдырды. Эмир оны мақтап, нағыз талантты инженер екенін айтты. Бірақ бұл өгей сіңлісінің қызғанышын оятты. Кейін анасы Миленді дәретханаға шақырып, әуелі мақтап, кейін қызына кедергі келтірмеуін, тіпті жобасын соған беруді талап етті. Милен келісіп, оны жақсы ана деп мақтады. Бірақ Милен артына қарай бұрылғанда арқасындағы қалы көрініп қалды. Анасы селт етіп, баяғыда тастаған баласын есіне алды. Дегенмен өзін алдаусыратып, бұл жай ғана сәйкестік шығар деп ойлады. Ал өгей сіңлісі Миленді әдейі ыңғайсыз жағдайға қалдырмақ болып, жалған клиенттерді жіберді. Олар Миленді қорлап, намысына тиетін ауыр сөздер айтты. Бірақ бұны Эмир естіп қойып, қызға қатты ренжіді. Бай әулеттің ерке қызы ешкімнің өзінен асып түскенін көтере алмайтын. Сол сәтте Эмир теңіз жағасында көңілсіз отырған Миленді тауып алады. Оның жүдеп отырғанын байқап, үйіне дейін жеткізіп салды. Бұл күтпеген жағдай еді. Ал әжесі болса, күдігін сейілту үшін бұрынғы суреттерді ақтарып, қыздың анасына тиесілі ескі суретті тауып алады. Салыстырып қараған кезде, дәл сол адам екеніне көзі жетті. Ашуланған әже суретті газетпен бірге өртеп жібереді. Бірақ бөлмеден шыққаннан кейін жалын суретті төсектің үстіне түсіріп, өрт тұтанады. Әже байқап үлгергенде бөлменің іші отқа оранып үлгерген еді. Осы кезде Милен көліктен түспек болғанда үйден қою түтін шығып жатқанын көреді. Эмир екеуі жүгіріп барып есікті бұзып кірді. Олар түтінде қалған әжесін құтқарып алды. Әжесі жеңіл жарақат алғанын білгенде, Милен қатты қуанып, Эмирдің құшағына құлады. Дәл осы сәтте Эмирді іздеп жүрген өгей сіңлісі көріп қалады. Ол ашуға мініп, дереу жүгіріп келіп, екеуінің арасын бұзуға тырысты. Эмир болған жайды айтып түсіндірсе де, ол сенбеді. Миленде түсінбеушілік тумасын деп, Эмирмен араларында ештеңе жоқ екенін айтып, оны әжесінің палатаға кіргізді. Әжені көрген соң барып, ол екеуіне сенді. Бірақ кейін қайтып барғанда Миленді жамандап, оның әжесі туралы анасына айтып береді. Әжесінің атын естігенде, анасы есінен тана жаздады. Шынымен Милен өзінің тастап кеткен қызы болғаны ма? Күмәнін сейілту үшін ол да асығыс ауруханаға жетті. Дәлізде бұрылып келе жатқанда шынымен де қайын енесін көріп қалды. Осы сәтте күдігі арта түсті. Беті ашылып қалмау үшін бір бұрышқа жасырынды да, кейін білдірмей Милен мен әжесін үйлеріне дейін аңдып барды. Алдындағы таныс үйді көргенде, әрі Миленнің арқасындағы туғаннан бар таңбасын есіне алғанда, бәрі анық болды. Ол шынымен де баяғыда өзі тастап кеткен қызы еді. Анасы теңіз жағасына барып, шыдай алмай өксіп жылады.
Бірақ ойына бірден егер некесіз туғанымды бәрі біліп қойса, байлықтан айырыламын деген қорқыныш түсті. Сол түсте ол ашулы күйде компаниясына барып, барлығын сыртқа шығарып, Меленнен не үшін мұнда жұмыс істеп жүргенін сұрай бастады. Мелен ештеңе түсінбей, абдырап қалды. Анасының қатал сөздерінен қорыққан қыз жұмыс орнын тастап, жүгіріп шығып кетті. Ашуланған әйел айқайлап үстел үстіндегі заттарын сындырды. Жабырқаулы күйде жұмыс үстеліндегі заттарын жинап, асығыс компаниядан кетті. Дәл осы сәтте Эмир артынан қуып жетіп, не болғанын сұрады. Жүрегі жаралы Мелен ештеңе айтқысы келмесе де, Эмир қоймай қойған соң, ол өзін жұмыстан шығарғанын айтты да бұрылып кетіп қалды. Ал анасы болса, қызын қуып шыққанын өгей сіңлісіне айтып мақтанды. Ол қатты қуанды. Бірақ олардың қуанышы ұзаққа созылмады, Эмир дереу келіп, Меленді неге жұмыстан шығарғанын сұрады. Анасы болса, қыз өзі жұмыстан кетті деп жалтарды. Алайда Эмир оған сенбеді. Ол Меленді қайтадан компанияға қайтарып әкелетінін айтты.